Қайырлы күн достар, мен бүгін өте маңызды сабақты айтайын деп тұрмын. Ол өмірлік сабақ алу. Қандай да бір өміріңізде проблема кезігетін болса, оны неше жасыңызда кім арқылы орнатты дегеннен көрі, оның ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздейді дейді ғой. Сол сияқты ең бірінші бұл проблеманы болдырмаудың жолын қарастырған жөн деп ойлаймын. Ең бірінші оған осы ситуациядан сабақ алуды үйрену керек. Қандай да бір проблема болса, оның артында алладан келіп тұрған сабақ болады. Соны анықтайтын болсаңыз, өміріңіз жаңағыдай өзгеріп, жеңілденіп тұрады. Пайғамбарымыз айтқандай, өмірлеріңді ауырлатпаңдар, жеңілдетіңдер. Ең жеңілдетуге тырысуымыз керек. Мысалы, қандай да бір ажырасуға барып тұрса, ерлі зайыпты проблема, бұның жеңіл нелер сабақтар болды оның алдында. Ең бірінші оны жәнегі ажырасуға дейін алып келмей, ең бірінші оны отырып сөйлесу керек. Ерлі зайыптылар әйеліне не күйеуіне барып және ішкі жан дүниесін білу үшін сөйлесу, әңгімелесу. Не үшін сен бұндай көңіл күйдесің деген секілді ішкі жан дүниесіне сұрақтар қойып, дұрыс сұрақтар қойып, дұрыс жауабын алу. Жәнегі бауырыңызда бір проблема болатын болса, бауырыңызға барып, бауырым, сен неге не үшін көңіл күйің жоқ, сен неге соңғы кезде не үшін осылай болып кеттің деген секілді сұрақтарды қоятын болсақ, бұл сұрақтың біз жауабын аламыз. Сабақ алудың 3 шарты бар. Бұл сабақ алу деген мектептегі, университеттегі, не балабақшадағы сабақ емес. Бұл сабақ алладан келген, бізге арнайы бізге беріп тұрған сабақ. Не үшін сұрағын қоятын болсақ, бұл проблеманы жәнегі тез анықтай аламыз. Мысалы, неге бізге үй алу керектігін білмейтін болсақ, біз одан сіз не үшін үй алу керек екенін білмесеңіз, ол үй сізге пайдасынан бұрын зияны келуі мүмкін. Өйткені сіз не үшін сұрағын білмейтін болсаңыз, мына әлем сіз үшін жұмыс жасамайды. Өйткені сіз өзіңіздің сіз қандай да бір үй алу болсын, машина алу болатын болса, сіз оны не үшін екенін білмесеңіз, ол машинаның, үйдің сізге пайдасынан бұрын зияны тиіп кетуі мүмкін. Сіз не үшін екенін білмейтін болсаңыз, мына әлем сізге жұмыс жасамайды. Өйткені сіз өзіңіздің позицияңыздан шықпай тұрсыз. Сіз өзіңіздің позицияңыздан шығып, не үшін деген сұрақты алған кезде, мына әлем сізге жұмыс жасай бастайды. Ғалымдар айтады, не үшін сұрағын қою арқылы бүкіл әлем сізге қарай және қызмет етеді екен. Бүкіл әлем іске қосылады екен. Және бірінші қадам не үшін сұрағын қою болса, екінші қадам ой жүгірту. Ой жүгірту бізге визуализация, көру арқылы, визуализация арқылы елестетіп, көзімізді жұму арқылы, біз жәнегі ой жүгіртетін болсақ, жәнегі екінші біз аудиалды түрде ой жүгіртіп елестететін болсақ, үшінші вибрализация арқылы ой жүгіртіп детін болсақ, жәнегі біздің кедергіміздің сабағын алады екенбіз. Осы екінші шарты ой жүгірту. Мысалы, не үшін менің күйеуім маған гүл сыйламай кетті, не болмаса не үшін менің күйеуім маған назар салмай кетті деген сияқты түпкі ниетін анықтау, ол позитивті ниетін анықтау. Позитивті ниетін анықтап алғаннан кейін, ол мысалы сынақ, ол сынақтың артында бір сүйінші бар. Сол сынақты сіз білу арқылы, ой жүгірту арқылы, мені қандай сүйінші күтіп тұр осы сабақтан кейін деп сіз анықтап алатын болсаңыз, осы екен ғой деп ой жүгіртетін болсаңыз, сізді үлкен сүйінші күтіп тұр. Үшінші шарты нақты әрекетке көшу. Осыдан кейін сіз дұрыс әрекет жасауға, жаңағы ұрсыстан кейін
әйеліңізге мысалы күйеуі әйеліне ұрысқан кезде оның ойы назарын, әйел назарын өзіне аударту болып тұр ғой. Ол өте дұрыс. Назар ниеті дұрыс, ал енді оның амалы дұрыс емес. Ұрсу арқылы, соғу арқылы оны амалды жаңағы әрекет қой, амалыңыз осыны дұрыстау керек. Гүл сыйлау арқылы, жақсы сөздер арқылы, сөйлесу арқылы жаңағы амалыңызды жөндейтін болсаңыз, мысалы гүл әкеп беріп, сол секілді, не болмаса әйелі болсаңыз күйеуіңізге және сыйлықтар сыйлау арқылы, сыйлықтар сыйлау арқылы, жақсы сағат алып беріп, сол секілді. Сонда сіз және күйеуіңіздің назарын ұрсыс арқылы емес, жәнегі әрекетіңізді өзгерту арқылы, жақсы амалдар жасау арқылы жасап тұрсыз. Келесі шарт ол нақты әрекет. Оның ішінде жақсы әрекеттердің әр түрлісі болады. Соны қою. Сонда өміріңіз де жақсарады. Және сабағын алсаңыз, өміріңіз жеңілдейді. Егер де менің ақпаратым ұнаған болса, маған лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Рахмет.